Баршаңызға қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Бүгін осындай өте дәмді, оп-оңай жасалатын баклажаннан жасалған салат дайындайтын боламыз. Өте әдемі, өте дәмді және жылдам. Менімен бірге жасап көріңіздер. Ең алдымен менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып, комментарий бөліміне сұрақтарыңыз болса қоя кетіңіздер. Бізге қажетті сәбіз, пияз, чеснок, баклажан және тәтті болгар бұрышы қажет. Бірінші баклажанды осылай домалақтап, осындай көлемде турап аламыз, барлығын жақсылап. Ингредиентінің барлығын описание бөліміне қалдырып кетемін. Қазір баклажанның сезонында өзіміздің бақшадан шыққан баклажандардан жасап жатырмын. Міне барлығын осылай турап, ыдысқа салып, бір қасықтай, шай қасықтай тұз салып, жақсылап қолмен араластырамыз. Бір шетке қоя тұрамыз суы шыққанша. Ендігі кезекте пиязымызды осылай екіге бөліп, керек емес жерін алып тастап, осылай әдемелеп турап аламыз. Пиязды болдық турап, енді тәтті бұрыштан осылай ұзынша етіп тураймыз. Дастарханға қойғанға да, үйге де осылай жасап қойсаңыздар, өте дәмді салат. Баклажанды ұнатпайтын адамдардың өзі осы салатты сүйіп жейтін болады. Енді сәбізімізді осындай терканың көмегімен жақсылап өткізіп аламыз. Менің каналыма кіріп көрсеңіздер, баклажаннан жасалған түрлі салаттар бар. Кіріп көріп, жасап көріңіздер менімен бірге. Енді петрушканы да жақсылап майдалап турап аламыз. Петрушка бір әдемі ерекше дәм беріп тұрады. Ендігі кезекте тұзда тұрған баклажанды қолымыздың күшімен сығып, суын шығарып, бөлек ыдысқа саламыз. Осылай жақсылап қысса, суы шығады. Не осындай суы шықты. Ол бізге керек емес. Табамызды қыздырып, май құйып, майды қыздырып, баклажанымызды қуырамыз. Бір бетін осылай қойып қуырып шығамыз. Және бірінші беті қызарып қуырылғанда, екінші бетіне аударып қуырып аламыз. Барлығын осылай қуырып болғаннан соң майдан сүзіп алып, осы майға, баклажанды қуырған майға пиязымызды саламыз. Пиязды шамалы қуырғаннан соң үстіне күштен өткізілген сәбізімізді салып, тағы да қуырамыз. Әр салмасын салған сайын осылай қозғап отырамыз. Ендігі кезекте тәтті болгар бұрышын саламыз.
араластырып отырып қуырамыз. Туралған петрушканы саламыз. Көкөністеріміз пісіп кетпеу керек, себебі бұл көкөністерді баклажанмен қосып маринадтаймыз әлі. Енді терканың ең майда жағымен чесногымызды өткізіп, шамалы тағы да қуырып, жақсылап араластырып, оттан аламыз. Енді таза ыдысқа қуырылған баклажанымызды саламыз. Және қуырылған көкөністерімізді салып, кезек-кезек ыдысқа салып отырамыз. Барлығын кезек-кезек салып болдық. Ендігі кезекте маринадқа соусын дайындаймыз. Тұз, уксус, шекер және су. Барлығын жақсылап араластырамыз. Және ыдысқа салып дайындап қойған салатымыздың үстіне осылай құямыз. Тура осы күйінше бетін жауып, холодильникке 1 сағат ұстасаңыздар, біздің салатымыз дайын болады. Салат дайын болды. Өте әдемі, өте дәмді, керемет салат болып шықты. Менің балаларыма қатты ұнады. Негізі менің балаларым баклажанды онша ұната бермейтін. Осы салатты сүйіп жеді. Өте дәмді болып шықты. Сіздерге видео рецепт ұнаған болса, каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Поделицаны басып, WhatsApp желісіне тарата отырыңыздар. Сіздермен бірге болған Гүлнұр Темировна.